Біз мешітке кірген кезде қайсы аяғымызбен кіреміз? Шыққан кезде не үшін десеңіздер, ғалымдар айтады. Енді білмейміз. Ажал сәті бәрі сөзсіз келеді әрқайсымызға. Сол ажал сәті адамға келіп қалса, жан үзілген кезде дене құлайды. Денеге қисаяды жерге. Сол кезде мына оң аяқ қай жақта тұрса, дене сол жақ қарап қисаяды екен. Мешітке кіріп атқан кезде жаның үзілсе дейді мысалға, денең сол кезде мешіттің ішіне кіріп құлайсың Құдай қаласа. Демек, сіздің үкіміңіз мешіттің ішіне қайтыс болды деп айтылады ондай адамды. Мешіттен шығып баратқан кезде қайсы аяқпен шығамыз? Оң аяқ қайда қалды? Артта қалып тұр. Сол мезетте жаның үзілсе, сенің денең артқа қарап қисаясың сен. Сен сыртқа шығып құламайсың. Не отқанда түсінбейсің. Бұл сен тұздамың бітті, періште келді, жаныңды суырып алды. Сол денең топ ете қалады. Әжетханаға қайсы аяғымызбен кіреміз? Оң аяқ қайда қалды? Міне сыртта қалды. Шығып атқан кезде ше? Оң аяқпен. Сол үшін өрде андай телефон сөйлесіп отырып қою керек. Өр әңгіме айтып отыратын жер емес. Тездетіп қажетіңді өтеп, шығу керек ертірақ. Өткен ол шайтанның мекені, таза жер емес, лас жер. Шайтанның офисі былайша қандай ол жер.